Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, және де Clasher.kz арнасының жазылушылары. Сіздермен бүгін мен Clasher.kz арнасы. Және де өздеріңіз білетіндеріңіздей, мен ана жолы қазақша турнир номері бірінші турнирімді ұйымдастырған болатын. Яғни мені жалғыз ғана емес, Clasher.kz арнасы және Супергигач екеуміз ұйымдастырған болатын. Және де сол турнирдің финалын Супергигач арнасынан көре аласыздар. Жалпы айтқанда менде финалды түсіретін менде интернет болған жоқ, қазіргі кезде интернет бар. Және де номері екінші қазақша турнирді ұйымдастырғым келіп отыр. Және де мен ана жолы осы группада жалпы айтқанда турнир ұйымдастырайық па деп опрос жасаған болатын. 478 адам голос берді. 363-і я деген жауап берді, ал 60-і жоқ деген жауап берді, ал 55-і білмеймін деген жауап берді, яғни сұраққа. Және де қазір мен сіздерге, яғни турнир осы басталады. Қазір мен осы видео шыққаннан кейін пост шығаратын болам. Не деп турнир басталады, осы обсужденияның несі, записының ссылкасы, соған короче, в общем, мен жіберетін болам. В общем, турнир басталды, енді заявка жібере аласыздар. Бұрында менде осы жаңағы 8 клан болған, енді 16 кланға үлкейттім. Және де келетін болсақ, шарттарына турнирге тек кланның главасы ғана заявка жібере алады. Және де 16 клан жиналғасын турнирдің организаторы. Мына ссылка менің ссылкам, яғни өтсе менің ссылкама келеді. Заявка жіберу, общий турнирлік беседа ашам. Кланның главалары және судьялар арасында 16 клан жиналғасын. Және де кланның аты, бұл қазір қоя тұрайық, оны кланда қатысатын ойыншылардың никтері, оны да қоя тұрайық. Глава екеніңізді дәлелдейтін скрин және кланның варлогы және общий скриншот. Кланда ешқандай КВ-да болмау керек. Сосын өз кланыңыздың весін, яғни салмағын жіберуіңіз керек. Түсінбесеңіз, қазір мен видеодан көрсететін болам. Яғни 3 скрин қажет, қысқасын айтқанда. Біріншісі Excel деген программа білетсіздер, таблица құратын, яғни кесте. Любой программа бар, кесте құратын. Сол арқылы қазір мен сіздерге көрсетемін не жасау керек. Екінші скриншот, ол глава екеніңізді дәлелдейтін скриншот. Үшіншісі варлогыңыздың скриншоты кланыңыздың. Турнирге 16 клан заявка жібере алады, ешқандай агрессия болмау қажет, яғни жынтамдау, мысалы болғауыз болмау қажет. Состав ТХ9 14 штук, ТХ8 6 штук қылым. Неге десеңіздер, басқа левый кландар түспес үшін. Бәрі түсінікті деп ойлаймын, яғни сұрақтарыңыз болса группа сообщение жаза аласыздар, сол арқылы сұрақ қоя аласыздар дейді. Организаторлар Clasher.kz каналы және Супергигач арнасы. Яғни мен қазір сіздерге қазір мынаны түсіндіретін болам, яғни Excel программасыға жасалған кесте деп. Так. В общем, кесте дегенде сообщение арқылы сұрақтарыңыз қоя аласыздар. Бұл фотоны, яғни маған Нұрғали деген бала жіберген болатын, Қазақстан кланының ойыншысы тоже. Ана жолы финалда жеңіске жеткен жақсы жігіт. В общем, не осы скриншот жіберген болатын. Мен сіздерге яғни көрсетем. Бұл яғни соткадан жасалған таблица, Excel программасы арқылы компьютерде де жасалған болады. Яғни осындай скриншот керек. 3 скриншот, глава екеніңізді дәлелдейтін және варлог. Яғни бір скриншотпен сіздер бүкіл туралы айта аласыздар, игроктарыңыз туралы. Яғни мысалы бірінші ник жазасыздар, Чингисхан, Ливел 120 уровень, Король нешінші уровенде 26, Квина нешінші уровенде 26, және де салмағы вес, мысалы 69 Шыңғысхандікі, Азаматтық 68 осылай кете береді. Қазір мен қалай весті анықтайтын туралы айтатын болам. Және де ратуша, осылай, короче, өзім істеуіңіз керек. 14-ке дейін, мысалы, ТХ9 болса, арғарай 20-ға дейін ТХ8-дер. Сосын соңында, яғни вес неше болады, осын санайсыздар, 69 плюс 68 плюс 68 деп, онда қалдыра аласыздар. Және де қазір мен сіздерге енді весті қалай анықтайтын туралы қазір көрсететін болам. Яғни айтқанда, қазір көрсетіңіздер, мен соттың лагайт етіп жатыр, қатып. Және қазір біз Clash of Clans ойынына кіретін боламыз. Маған көбісі жазды, Clash of Clans летсплей кетті деп, енді мен осын турнирдан бастайын деп шештім.
Жалпы мен қазір міне осы менің базам Mega Empire кланындамын. Кланға келгілеріңіз келсе кіріңіздер, өте мықты клан. Клава барлық жігіттер өте керемет. Және де ат шыққан игроктар да бар. Және де 2200 трофейден енді кубок жинау үстінде, топ 20 ішінде. Яғни қазір мен сіздерге соттым лагать етіп атып, көрсеңіз флеште лагать етіп жатыр, неге екенін білмедім. В общем, мен сіздерге қалай вес анықтау керектігін қазір үйрететін боламын. Жалпы айтқанда, мысалы біз TX8 алайық. Мысалы мына тема боксинг деген жігіттің, жалпы көріп тұрғандарыңыздай мына базаның весін қалай анықтауға болады. Яғни сол жақта көріп тұрғаныңыз доступная добыча деп тұр. Мысалы 54 деген ол осы базаның салмағы 54 килограмм дейма. В общем, сондай, короче, 54 салмақ осы базада. Ал енді TX9-дарда мысалы любой әртүрлі базаларда әртүрлі болады. Сондықтан солай жіберулеріңіз қажет, соны есептейміз. Және де көрдім, мысалы мынауда TX9-да 59 салмағы, анада 54 болды, ал мында 59. Солай база мықты бола берсе, салмағы да қосыла бастайды. Сондықтан сол қысқаша ғана шарттар деп ойлаймын. Бүкіл істей аласыздар. Егер де басқа темадан ауытқып кетіп жатса, немесе заявка дұрыс жіберілмесе, комментарий удалить етілінеді. Сондықтан турнирге қатыса алмайсыздар. Және де сол организаторлардың каналдарына тіркеліп, яғни менің каналыма Clash.kz және де Супер Гигач арнасына. Амандықта жүздескенше, келесі видеода кездескенше турнирге қатысамыз. Және де турнир болып жатқанда Қазақстандағы топ кландарды, яғни шақырам, көріп тұрғандары да бар шығар, немесе мен танымайтындар бар шығар каналды. Мысалы осы кландарды, КВ кландарды шақырам турнирге қатысуға. Өте қызықты болады деп ойлаймын. Сол, давайте.